біз алғаш осыдан қыркүйек қазан айларында біз мектептің көгалдандыру картасы жасаған болатынбыз. Және сол әрбір картаға сәйкес әрбір блоктардың арасына және мектеп территориясына әртүрлі талдарын егілу зерттедік, қандай ағаштар егілу қажеттілігін. Және қазіргі таңда 2000-нан аса ағаш түрін әкелінді. Соның 1000-нан асасы қазір егілді. Оның ішінде атап өтетін болсақ, 600-ге жуық терек егілді, 100-ге жуық клен егілді, және 600-ден астам живая изгородь егіліп жатыр, және 100-де жуық, яғни қарағаш егіліп жатыр. Енді бұл бүгінгі бастамасы, және бұл әрі қарай жалғасады. Ертең тағы да осындай қылқан жапырақтылар деп айтамыз. Бізде қарағайдың түрлерін, можжевельниктерді әкеліп ертеңнен бастап отырғызатын боламыз. Toprak tasып, жерді құнарландырып жатырмыз. Жылда жаңадан арықтар қазып, жаңадан талдар егеміз. Өнбей қалған талдардың орнына қайтадан жаңадан талдар егу жұмыстарын жүргіземіз. Енді осы кезде мұғалімдер жерді қазып, және участокты арам шөптерден тазалап жатыр. Содан кейін құнарланған топырақпен бірге жаңа айтылған талдарды егетін боламыз. Наурыз айының басында ағаштарға будандастыру жасаймыз. Яғни кез келген алма ағашы дәннен өскен болса, соның үстіндегі шыбықтарын қиып тастаймыз дағын, оған жаңа сорттардан әкеп будандастырамыз. Ол онан кейін төменгі бұтақтарындағы жапырақтарын шығармауға тырысамыз көктемде. Өйткені жоғары жақтан будандасқан жер арман қарай күш алып кету керек. Сонда жаңа сорт пайда болады. Және бұл жай ғана егу процесі емес, және егу арқылы біз балалар ертең зерттеулер жүргізетін болады, телу әдісін пайдаланып біздің бақшада жұмыс жасайтын болады. Алдағы уақытта бұл процесс жалғасын табады.